Президент Тоқаевқа Евразиялық банктың директорыма лауазымын білмеймін, Сатиева Ләззатқа. Жалпы осы банкта отырғаныма 2 сағаттың уақыты болды. Мен бір 30 теңге ала алмай отырмын. Егемендіктің 33 жылында 3 теңге алу мүмкін емес сіздердің банктарыңыздан. Өзімнің депозитімнен ала алмай отырмын. Өйткені мен бланкқа тек қана Ресей Федерациясының қол қоюым керек. Мынау қандай масқара? Тоқаев мырза, сіз мінекей халықаралық орысша ұйымды, орыс тілін қолдау ұйымын ашып отырсыз. Соған енді қол қойып отырсыз деген сондай ақпарат алдық. Сіз кешіңіз, қай елдің президентісіз? Сіз өз еліңізде қазақ тілін өз мемлекеттік тіл ретінде орынға қоя алмай, сіз қалайша орыс тілін қолдау ұйымын ашып отырсыз? Ренжімеңіз, қандай бетіңізбен. Сол уақытта сіздің мемлекетіңізде сіздің азаматшаңыз Роза Бейсенбаевтегі деген 30 мың теңге алмай тұр. Қалтасында 2 мың теңгемен отыр. Өйткені маған бөлім басшысы айтып қояды, бізде жүйеде жоқ қазақ тілі. Сіз енді отыруыңыз керек. Бүгін болмайды деген сияқты сондай сыңай білдірді. Мен айттым, енді мен аштан өлуім керек па? Мен соңына шейін отырам осы банкта. Жауап беріңіз, Қасым-Жомарт мырза. Мынандай масқараға, мынандай сұмдыққа бүкіл дүние жүзінде 200 мемлекетте бар. Осы дүние жүзінде 200 мемлекеттің бірінде мемлекеттік тілде ақша ала алмайтын азаматтар жоқ. Өйткені бүкіл мемлекет сол мемлекеттің тілінде өмір сүреді, қоғамдық жерде. Ал мен мінекей мында ала алмай отырмын ақшамды. Сіз халықаралық орыс тілін қолдау ұйымын құрып отырсыз. Жауап беріңізші.